Hey, assalamualaikum достар. Сіздермен бірге мен Олжас достар. Біз бүгінгі видеода магазинімізді ары қарай дамытуды жалғастыратын боламыз. Достар, біз бүгінгі видеода магазинімізге складпен және сатушының бөлек комнатасын салатын боламыз. Видео өте қызықты болып шықты. До конца көр, өкінбейсің. Және де видеоны аса каналға тіркелуді ұмытпа болғым. Достар, біздің магазинімізде кішігірім өзгеріс болған болатын. Мен магазиннің алдына осындай заттарды қосқан болатын. Кішігірім кафе секілді адамдар отырып, алған заттарын, тамағын жеп отырады осы жерде. Достармен бір өзі қызмен де отырып жеуге болады. Және де бұндай зат нәуетте де бар, бірақ та бұның мынаяқтағы столы қызыл, мынаяқтағы столы мұнан түсіғандай өзі сұр дейін ба, қандай дейін өзі. Ошым ағаш стиліне жасалған болатын, екі жақта екеу болып болады, я. Ошым сондай. Ал енді магазиннің ішіне кіретін болса, хоп, әткізіп ашасың есікті. Мына жерде бізде товарларды әкеліп қойған болатын. Мінекей творческийден алдым. Және де бізде сатушы бар. Ассалаумалейкум достар, сендермен бірге мен Нұрлан. Мен осы магазиннің сатушысымын. Достар, бұл біздің сатушы аты Нұрлан өзін таныстырып шықты. Мінекей достар, мен сіздерге товарларды көрсетейін. Осындай товарлар бар, сосиска бар, гриль бар, торт, осындай тәтті сусындар, шай бар, және де осындай еттер бар. Және де сатушының қасына осындай бір свет қойып қойдым әдемілігі үшін. Және де мына жерде кіретін болсақ, мына жерде отыратын орындығы және ноутбук бар. Бұл ноутбукпен заттардың, товарлардың қанша болғанын айтады. Және де мына жерде жұмшақ жерде отырсын деп диван қойып қойған болатын. Жұмшақ және қызыл түсті қылып әдемі қылып қойған болатынмын. Және осындай есігі бар. Есік любой жерде болады ғой енді. Так, осындай бір аяқ сүртетін дейік, жарайды. Ойбай, нансындар жерім, кешін тұрайымчиктер қыздар. Ал так, мінекей біздің магазиніміздің көрінісі осындай нандай светтер қойдым әдемі модтармен. Так, мына алманы алдыңғы бөлімде көрсетіп қойған болатынмын. Жалпы осындай біздің магазин сыртынан осындай болады және өте әдемі. Дәл қазір біз осы жерге магазиннің складын және сатушының комнатасын салатын боламыз. Дәл қазір біз ішіне кіріп есік жасайтын боламыз. Так, есікті біз қай жерден жасасақ болады? Мына жерден жасасақ, нәлмәріне кететін секілді. Ал енді осылайынан полдардан жасап бастайтын боламыз. Осылайынан созамыз болды. Және де осындай бір склад болады бізде бұл жерде. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес. Орташа болады деген ойдамын біздің магазинге. Біздің магазин шағын, кішкентай магазин, ауылға арналған. Оны өздеріңізде біліп тұрсыздар деген ойдамын. Ал енді дәл осылайынан патологын деп қабырғасын көтеретін боламыз. Ал мен қазір стопқа қойып көтеріп алайтын боламын. Қазір егер мен до конца көтерген түсіретін болсам, сіздерге видео қызықсыз болып қалады. Сондықтан да дәл қазір стопқа қоямын. Ал мінекей, мен болдым. Склад және комнатаны салып болған болатын. Сатушының бөлек комнатасын екеуін бірдей стопқа қойып, оны бізге жетелдер келіпті сауда жасауға. Бұл Олжас, сені мұна товарлар өте дәмді ғой, бірақ бағасы қымбат емес, бағасы да арзан, нормально. Болды, ұнаса, жарайды. Сатушы, сен жұмыс жасайын бір өзіңнің жұмысыңды. Так, мен мына жерден сенің бөлмеңді жасайтын болам. Мінекей достар, мына жерде осылайынан шығады. Және бұл жерден емес, бұл жерден қоятыр, мына жерден бірақ қысылысып болатын сияқтымыз. Осы жерден қабырғасын көтеріп тастайық. Ал мінекей достар, мен көтеріп болған болатынмын. Ал енді мына жерге бір светтерді қойып шығайық, енді әдемілеп освещение болып тұрсын дегендей тағы да. Так, мінекей осы жерге төртеуін қоятын боламыз. Жоқ, мен көтерген жоқ екен, кешірім сұраймын. Мен озвучкадан ұмытып қалыппын, уже озвучка жасап жатырмын. Өткен озвучка жасап жатқан кезде не жасап жатқанын уже ұмытып қаласың да. Ал енді так, қоятыр, мына есік былайынан, осылайынан есік жасайтын боламыз, қарама қарсы есіктерді. Ал енді ең бірінші осы сатушының бөлмесін сәндейтін боламыз. Мына жерге светтерді қойып тастайық. Мына жер қап-қарам болып қалыпты қазір. Жарғанат, зомби, крипер дегендер спавн етпеу үшін сразу светтерді қойып тастайтын боламыз. Ал енді сатушының бөлмесін сәндейміз. Ал достар, сатушының бөлмесін сәндеу үшін мен өзіме керекті заттарды алып алған болатынмын. Осы жерге осындай шкафты қоямыз. Және де мына светті қай жерге қойсам болады? Мына жерге қойсам әдемі кетеді секілді. Мінекей мына свет қатты свет беріп тұрады екен.
жарық деген ғой, әдемі. Ал енді осы жерге так, мына жерге осылайынан тамақ ішетін орын жасаймыз. Хоп, осылайынан стол қоямыз. И тағы да не қойсақ болады? Ё-моё, мына жерге бізге диванды қоятын орын жоқ болып қалды. Мына светті сындырып тастайықтай, диван қойып қояйық. Оп, болды, әдемі. Ал енді мына светті осы жерге қоямыз, жағып қояйық. Ойбай. О, болды, мінекей, өте көп жарық беріп тұрады. Так, ал енді басқа не қоюға болады бұл жерге? Ана жерге аяқ киім сүртетінді қойып қояйық. Бізде не қосуға болады тағы да? Менде мүлдем идея жоқ ше, что-то. Қазір мен ұстапқа қойып идея тауып алатын сияқтымын ғой. Ё-моё, достар, біз мына жерге теледидарды қойды ұмытып бара жатырмыз. Мен осы жерге әдемілеп теледидарды қоямыз. Диванға отырып теледидарын көреді. Мына жерде светі бар. Және де так, маған вообще анда идея келмей жатыр. Қалай сәндесем болады деген сияқты ше. Так, мына жерден хоп. Так, мына жетелдер әрі кетпепті. Сатушы, ана жерге мен сенің бөлмеңді істеп жатырмын, бөлмеңді. Рахмет, Олжас мырза, сізге мың алғыс, рахметімді айтам сізге. Болды, сатушы, барлығы сен үшін ғой, енді күндеме, түндеме енді осы жерде жұмыс істейтін боласың. Ой, мына жерді сындырып жердім. Ой, да өлең айтып кетсең, Так, мына жерден сары бетонды алып аламыз, осыны қойып жүреміз. Так, біздің бөлмеміз барлығын сәндеп болған болатынбыз, енді біткен секілді. Ал енді мына жерлерге бір терезелерді қойып жіберейік енді әдемілік үшін. Ойбай, мына жер басқа жер екен ғой. Мына жерді үсіп қайтадан жауып қоямыз, өйткені мына жерге болмайды жасауға. Мына жерде болды, осы жерге біреуін жасаймыз. Мына бетіне тағы да біреуін жасайтын боламыз. Мінекей әдемі болды. Так, болатын секілді, болады пайды. Ал енді склад жаққа да терезе қою керек. Ал енді мына жерден бір терезе. Мына жерге, мына жерден бір терезе болмайды екен. Так, онда ұзын қылып бір терезе жасайтын боламыз. Көрейік ал енді сыртынан. Так, әдемі болады. Ал достар, ал енді терезенің орындарына стеклянный панель дегендерді қойып шығатын боламыз. Осылайынан кәдімгі терезелерді қоямыз. Так, осы жерге қойдық складқа. Ал енді сатушының бөлмесіне де қояйық. Мына жерге, ойбай, так, менде сәл-пәл қатып жатыр, бірақ сіздерге көрінбей ма, көріне ма, білмеймін, как код қуып жатыр ма сондай. Ал енді осы жерге қоямыз. Болды. Мінекей өте әдемі болып шықты. Ал енді мына бетінен көрейік. Мына беті де, керемет. Ал достар, менің осымен өзімнің видеом аяқталды. Білемін достар, видео өте қысқа болып қалды. Білмеймін неге екенін, бірақ келесі бөлімде 10 минутқа жеткізетін боламын. Достар, егер де осы видео ұнаса, каналға тіркеп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Олжас, қош сау болыңыздар. Кездескенше келесі видеода.